Короче, мен метромен көп жүремін ғой. И метромен, соответственно, мамашалар да көп жүреді да. Өйткені андай коляскамен мінгенге ыңғайлы. Сонымен мен постоянно ойлайтын, ана отқан кезде балалары бажылдап, жылап, аяқ киімдерін лақтырып, шапкаларын лақтырып, түкіріп, жеп атқан тамақтарын лақтырады да. Мамасы да, папасы да былқ етпейді ғой. Ой, Алла. Мен ойлайтын да, ана қой деп айтуға болатын шығар. Енді мақұл 3-4-тегі бала болса мақұл. 6-7-дегі балалары да. Одан қой, может, бір несі бар шығар, диагноз бар шығар деп ойлайтын. Одан ойлаймын да, неужели бәрінде диагноз бар енді? Қалай сондай депші? Қой деп айтса болмай ма деп. Сөйтсем, немістерде қой деп айтуға болмайды екен шынымен. Сондай заң бар. Балаға қой деп айта алмайсың. Ұрса алмайсың. Ұрған былай тұрсын, сол жылап аңырап атса да тұрғызып оған есіңді жи деп айта алмайды екенсің заң бойынша. Соттап жібереді, штраф былай тұрсын, соттап. Қалай ойлайсыздар? Бізге сондай заң қалай болады екен? Сондай заң шықса бәріміз сотталып кетпейміз ба? Қой деп айтқан үшін.